Сәлем достар, сіздермен бірге Айғаным каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай круассан дайындаймыз. Кәдімгі круассанға қарағанда өте тез дайындалады. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Алдымен қамырымызды илейміз. Ол үшін ыдысқа жылы сүт, су құйып, осылардың үстіне сұйық май, ашытқы, ванильді қант қосамыз. Және де бір жұмыртқаның ағы сарысын бетіне жағамыз, сол үшін сарысын алып қаламыз. Қант қосып, осының бәрін жақсылап араластырып, ұнды електен өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды електен өткізіп салғандарыңыз жақсы, сол кезде біздің круассан өте әдемі көтеріледі. Біздің қамырымыз жұмсақ әрі қолға жабыспайтын болуы керек. Қамырымды илеп болдым, енді үстіне кішкене сұйық май жағып, бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше 1 сағатқа қойып қоямын. Біздің қамырымыз ашыды, енді осыны теңде 2-ге бөліп аламыз. Енді осы қамырды жұқалап жаямыз. Міне мен қамырымды жайып болдым. Енді ортасына ерітілген сары майды жағып шығамыз. Сары май салқын болу керек. Мен алдын ала ерітіп салқындатып алдым. Енді қамырды осы видеода көрсетілгендей орап шығамыз. Енді қамырымызды тура осылай кесіп шығамыз. Біздің круассан дайын болып қалды. Енді кішкене көтерілгенше жарты сағатқа бетін жауып қоя тұрамыз. Жарты сағаттан кейін осылай бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз да, бетіне күнжіт себеміз. Келесі екінші қамырды да тура осылай жасаймыз. Енді қызып тұрған пешке 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Біздің круассандар дайын, өте әдемі болып көтерілді. Бетіне кішкене қант ұнтағын септім. Достар, сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айғаным.